шалдар деп оғыз періп отқам ғой. Сонда бір әйел тұрып, жас келіншек тұрып та, қартайғандардың бәрі шал деп айтпаңыз. Ол жаман сөз ол. Сіз қазақтың тілін білмесеңіз, не уағыз айтпайсыз деп ұрысып тұр. Кейін Бауыржан Момышұлының сөзін естіп қой. Адам үш түрлі қартаяды. Ақсақал, қария, шал. Шал деп адамға да итке де пайдасы жоқ, оны тек қана қарағатын күзіре жинап тұратындар бар ғой. Сондайларды айтады екен ғой. Өнегелі сөз жоқ. Шал деп күшік айтқан, негізі күшік айтқан еркекті айтады екен. Сол үшін қазір жас келіншектер бар ғой, менің шалым өйтіп айтпа, ол жаман сөз ол. Импотент емес ол. Шал деп айтпа. Адам қарт болады, қария болады, жаңағы ақсақал болады, шал болады, соны айтады. Сен бірақ осы үшеуінің қайсысы боласың, өзің таңдамайсың сен. Сен қалай өмір сүрдің, сол сенің өмірің жолы бар, сол үшеуін біреуіне апарады. Соны айтады, 50-ге шейін қатарыңмен жүресің, 50-ден кейін қадіріңмен жүресің. Соны айтады, 50-ге дейін қылжақ баспағандар болған, арзан сөзге құмар болып ше, далбасалап өмірінің бәрін мыжың сөзбен өткізгендер бар ғой. Олар 50-ден кейін тұрып дана болып сөйлей алмайды екен. Өйткені бір жерде тұрып ал деп жатса бар ғой. Оны танитындар ғой. Сен қысатын жер қысшы, басқа. Сен сөйлемей-ақ қойшы. Өйткені оны адамдар андай танып қалған.